Сабақта ақпараттық қауіпсіздік, құпиялылық, деректердің қолжетімділігі мен тұтастығы терминдерінің мағынасын түсіндіруді үйренесіздер. Сендер ақпарат бұл ауызша, жазбаша немесе тілдер, таңбалар мен сигналдар, техникалық құралдар көмегімен берілетін мәліметтер жиыны екенін білесіңдер. Сендер қалай ойлайсыңдар, ақпарат қандай да бір қауіп-қатерге ұшырайды ма? Иә, дұрыс айтасыңдар. Кез келген ақпаратты өзгертуге, жоғалтуға, ұрлауға және жоюға болады. Сондықтан ақпараттық қауіпсіздік Қазақстанда ұлттық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі ретінде қаралады. Және Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігінің, сондай-ақ елдің тұрақты дамуы мен ақпараттық тәуелсіздігі қамтамасыз етілетін ақпараттық саладағы адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен мүдделерінің нақты және ықтимал қауіптерден қорғалуының жай-күйі ретінде түсіндіріледі. Сонымен қатар кім немесе нені қорғау керектігін түсіну керек. Оны білу үшін ұсынылған тізбеден ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек деп ойлайтын нысандарды таңдаңыз. Өзіңді тексер. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажет объектілер. Зияткерлік меншік, азаматтардың дербес деректері, ақпараттық ресурстарды сақтау жүйелері, яғни кітапханалар, мұрағаттар, деректер қоры. Бұқаралық ақпарат құралдары мен насихаттау әсер етуі мүмкін қоғамдық сана. Телекоммуникациялық желілер, ашылулар, патенттелмеген технологиялар. Бағдарламалық құралдар, яғни операциялық жүйелер, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету және тағы да басқа саяси шешімдер қабылдау жүйелері. Алдында айтып өткендей, ақпарат нысандары үнемі түрлі қауіп-қатерлерге ұшырайды және бұл ақпаратты қорғау жағдайының бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл ретте құпиялылық, тұтастық және қолжетімділік сияқты ақпарат объектілерінің қасиеттері жиі бұзылады. Ақпараттық қауіпсіздікке ақпарат объектілерінің дәл осы үш қасиетінің арақатынасымен қол жеткізіледі. Құпиялылығы не екенін нақтылайық. Бұл ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау. Ақпараттың қолжетімділігі дегеніміз қажетті ақпараттық қызметті талап етілген уақыт ішінде алу мүмкіндігін білдіреді. Ал тұтастығы ақпараттың бұрмаланбауы және рұқсатсыз өзгертуден қорғалуы ретінде қарастырылады. Егер қасиеттердің кем дегенде біреуі болмаса, онда бұл ақпарат қорғалмаған. Ақпарат объектілеріне қауіп төндіруі мүмкіндіктерін қарастырайық. Ақпарат құпиялылығының қауіптері дегеніміз қызметтік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу. Байланыс арналары арқылы берілетін деректерді ұстап қалу. Дербес деректерді тарату. Ақпарат тасығыштарды ұрлау. Қолжетімділігінің негізгі қауіптеріне жатқызуға болады. Деректерге қолжетімділікті рұқсатсыз шектеу немесе бұғаттау, бағдарламалық және ақпаратты қамтамасыз етудің істен шығуы, деректер тасымалдаушыларының зақымдануы немесе бұзылуы. Тұтастықтың негізгі қауіптері бұл деректерді рұқсатсыз түрлендіру немесе жою, ақпаратты ұрлау, деректерді қайталау, деректерді өзгерту үшін вирусты енгізу. Біз ақпараттық қауіпсіздіктің ең жиі кездесетін қауіптерін қарастырдық. Сабақтың тақырыбын қаншалықты жақсы түсінгеніңізді тексеріңіздер. Ол үшін келесі тапсырманы орындаңыздар. Ақпараттық қауіпсіздікті бұзудың келтірілген мысалдарында ақпарат объектілерінің қандай қасиеттеріне қауіп төнетінін анықта. Неге екенін түсіндір. Егер сіз құпиялылық, тұтастық, қолжетімділік сияқты ақпарат объектілерінің қасиеттерінің бұзылуын анықтасаңыз, онда сіз ақпараттық қауіпсіздік сабағының материалын меңгердіңіз. Алған білімінді бекіту және тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіре білу үшін тапсырманы орындаңыз. Ақпарат объектілерінің жеткіліксіз қорғалуына бір мысал келтіріңіз.